Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін кірпікті үй жағдайында қалай өсіруге болатынын айтатын боламын. Кірпік көздің қорғанышы. Ол да адам шашы секілді ерекше күтімді қажет етеді. Кірпік көздің саулығы үшін ғана қажет емес. Ол әйел затының ажары, сұлулығының бір бөлшегі. Кірпіктің түсуі табиғи құбылыс. Дегенмен көп түсетін болса, онда оның негізгі себептерін анықтап, оған қарсы ем қолданып, алдын алу керек. Зақымдалған кірпікті қайта қалпына келтіру үшін бірнеше нәрлендіргіш маскадан бастау қажет. Мәселен, өсімдік және эфир майына Е немесе А дәруменін араластырып, күн сайын кірпікке жағып, емді бірнеше аптаға жалғастыруға болады. Есіңізде болсын, масканы тек бетті тазалап болған соң ғана жасау қажет. Және тағы да касторовое масло және ошаған майының бірнеше мөлшеріне А және Е дәруменінің бір тамшысын, алоэ сөлінің де бір тамшысын қосып пайдалану кірпікті қалыңдатады. Маскаларды макияжынан тазартылған кірпікке қолданған жөн. Сонымен қатар, арнайы майларды жаққан соң кірпікті айналасындағы теріге және көз қабағына саусақ ұштарымен массаж жасау керек. Босап қалған туштың флаконын жақсылап жуып, тазалап дайындаған қоспаны құйып пайдалану тиімді. Немесе мақталы таяқшаны қолданса да болады. Аталған маскаларды қасқа жақса да тез өседі. Есіңізде болсын, кірпікті жасанды жолмен өсіргеннен кейін, яғни наращиваниеден кейін кірпікке ерекше күтім қажет болады. Себебі химиялық заттар кірпіктің тез түсуі мен сынғыштығына алып келеді. Сол себепті майсана майын күн ара қолдануды әдетке айналдырыңыз. Сіздерге керекті маңызды майлар. Бірінші, бадам майы. Ол кірпіктің түсуін тежеп, өсу мүмкіндігін арттырады. Екінші, майсана майы. Бұл май кірпікті қатайтады. Үшінші, ошаған майы. Ошаған майы кірпіктің түсуін нығайтады. Есіңізде болсын, арзан кірпік бояуды тұтынбаңыз, ал бір бояуды кем дегенде 3-4 айдан артық қолданбаңыз. Достар, егер де бұл видео сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.